Білектің жалпы послойна топографиясы мен сіздерге қазір схема түрінде түсіндіретін боламын. Мінекей мынау бізде ең бірінші тері қабаты, одан кейін кететін мынау бізде тері асты шелмай қабаты, сосын үшінші номермен тұрған ол бізде бетке фация. Міне қараңыздар, осы бетке фациямен, сосын төртінші номер мынау бізде меншікті фация ғой кетіп тұрған. Осы меншікті фацияның ортасында мінекей мынандай жеке тамыр шоғырлар орналасқан. Мынау ең бірінші мынау латералды жақтан орналасқан ол бізде нервус кутанеус антебрахи латералис және вена цефалика. Мынау бізде вена цефалика, мынау бізде нервус кутанеус антебрахи латералис болып табылады. Енді медиалды жақтан орналасқан ол мынау бізде вена базилика болып табылады, ал мынау нервус кутанеус антебрахи медиалис болып табылады. Мінекей 60 номермен тұрған. Және осылардың ортасында орналасқан ол бізде вена медиана антебрахи болып табылады. Яғни бұлар бізде терасы шелмай қабатында орналасып тұр. Бізде алдыңғы құндақта, мінекей көріп тұрмыз. Енді қараңыздар, жаңа айттық қой, бізде бетке фация, одан кейін бетке фациядан кететін меншікті фация бар дедік. Осы меншікті фация бізде түгелімен мынау бұлшықеттері сыртынан қоршайды да, мына жерде мынау ульнарис, яғни сүйек бар, шынтақ сүйегі. Осы шынтақ сүйегіне қарап былайынан келіп бекінеді. И осы жерде плюс қараңыздар, мына жерде бізде бұлшықет бар, жаңағы мускулус брахиорадиалис, иық кәріжілік бұлшықеті. Осы иық кәріжілік бұлшықетінен мінекей латералды жағынан неге кәріжілікке и медиалды жағынан осындай қалқа жібереді. Сонымен бізде құндақты 3 аймаққа бөледі екен. Мінекей алдыңғы құндақ, артқы құндақ және латералды құндақ деп 3-ке бөліп тастайды. Енді қараңыздар, жаңа айтып өттік, терасы шелмай қабатында мінекей латералды вена цефалика жатады дедік, медиалды вена базилика жатады дедік. Олардың қасына өтетін нервтарды айттық. Енді қараңыздар, артқы құндақта тоже терасы шелмай қабатынан өтетін нерв бар. Ол бізде нервус кутанеус антебрахи постериор деп аталады. Енді біз алдыңғы иық аймағын айтқан кезде тек қана алдыңғы құндақта орналасқан бұлшықеттерді және осы жеке тамыр шоғырын айту керекпіз. Енді алдыңғы құндақта орналасқан бұлшықеттердің өзі бізде 4 слой бойынша жүргізіледі екен. Мінекей, мынау бізде 10-шы номермен тұрған білезіктің кәріжілік бүккіші болып табылады. Мускус флексор карпи радиалис деп аталады. Одан кейін 11-шы номермен тұрған ол алақанның ұзын бұлшықеті. Мускулус жаңағы полицус лонгус деп аталады. Ал мінекей 12-ші номермен тұрған ол білектің жаңағы шынтақтық бүккіші болып табылады. Мускулус флексор карпи ульнарис деп аталады. Бұл бізде бірінші қабатта орналасқан бұлшықеттер болып табылады екен. Енді қараңыздар, екінші қабатта орналасқан 13-ші номермен тұрған ол саусақтың бетке бүккіші, яғни мускулус флексор жаңағы дигиторум суперфициалис деп аталады. Осы бір ғана бұлшықет орналасады. Ал үшінші қабатта орналасқан негізгі 2 бұлшықет бар. Ол бас бармақтың 14-ші номермен тұрған ұзын бұлшықеті, ал 15-ші номермен ол жаңағы саусақтардың терең бүккіші. Мінекей бетке бүккіші 2-ші қабатта, терең бүккіш 3-ші қабатта орналасады екен. Ал 4-ші қабатта орналасатын бұлшықет бар, мінекей ол көбінесе мына аймақтарда орналасады. Ол бізде аталады жаңағы мускулус пронатор квадратус, яғни жаңағы 4 бұрышты пронатор болып табылады екен. Енді бұл неге мына суретте белгіленбеген десе, енді бұл көбінесе осы пронатор сіздер білесіздер, білектің жаңағы жоғарғы, ортаңғы, төменгі деп бөлеміз. Осы төменгі 3/1 бөлігінде бізде шаршы пронатор орналасады деп айтамыз. Ол бізде 4-ші қабатқа жатады екен. Енді қараңыздар, осы қабаттардың арасында бізде не орналасқан? Бізде жеке тамыр шоғыры орналасқан. Мінекей бірінші қабат, мынау бізде қандай бұлшықет дедік? Жаңа бұл білезіктің кәріжілік бүккіші, мынау бізде екінші саусақтардың бетке бүккіші. Осылардың арасында орналасқан бізде мынау бір артерия, 2 вена, ол радиалис, яғни артерия және вена радиалис болып табылады. Одан кейін мынау 18-ші номермен тұрған ол бізде жаңағы нервус және артерия медианус болып табылады. Ол бізде екінші және үшінші слойдың арасында орналасады екен бұл жеке нерв. Енді қараңыздар, енді медиалды жақта орналасқан жаңағы айтып өткен флексор және карпи ульнарис дедік. Олардың жанында орналасқан ол артерия вена нервус ульнарис болып табылады. Мінекей, оңай болу үшін мінекей шынтақ сүйекке жақын орналасқан ол ульнарис, ал мынау кәріжілікке жақын орналасқан радиалис. Алдыңғы құндақты, яғни білектің алдыңғы аймағын айтқан кезде міндетті түрде осыларды айтып өтесіздер. Енді қараңыздар, мынау 3-ші, 4-ші слойда орналасқан мына жерде бізде порона пирогова деген клетчаткалық кеңістік бар. Біз оны жаңа видеода айтып өткен болатынбыз. Бұл жерден
не өтеді десеңіздер, сіздер айтасыздар бұл жерден алдыңғы жаңағы сүйек аралық жүйке тамыр шоғыры өтеді деп айтасыздар. Осы арқылы бізде іріңдік процестер білек аймағына таралуы мүмкін дейсіздер. Жалпы достар, алдыңғы білек аймағы бойынша негізгі ақпарат осы. Енді біз артқы білек аймағына өтейік. Енді қараңыздар, мынау бізде артқы білек аймағы деп аталады. Осы ол бізде артқы құндаққа сәйкес келеді дейміз. Енді бұл жерде орналасқан бұлшықеттердің өзіндік реттікпен орналасқан. Неке 20-шы ол білезіктің кәрі-жілік жазғышы, ол флексор емес, мускус экстенсор деп атайсыздар. Жаңағы экстенсор карпи радиалис деп аталады. Мынау 21-ші тұрған ол жаңағы білезіктің кәрі-жіліктің қысқа бұлшықеті, ұзын, мынау қысқа бұлшықеті. Ал 22-ші ол саусақтардың жазғыш бұлшықеті, мускус экстенсор дигиторум. Және 23-ші ол бізде 5-ші саусақты жазатын бұлшықет, жаңа мизинус дейміз ғой бізде, соны жазатын бұлшықет. Ал 24-ші тұрған ол білезіктің шынтақтық жазғышы болып табылады, яғни мускус экстенсор ульнарис деп аталады. Бұның бәрі бізде бірінші слойда орналасқан, ал екінші слойда орналасқан бұлшықет, мынау бізде бас бармақты жазатын бұлшықет, яғни бас бармақты әкетуші бұлшықет. Одан кейін бас бармақтың қысқа жазғышы және бас бармақтың ұзын жазғышы орналасады екен. Бұл бізде екінші слойда. Енді қараңыздар, артқы олжада бізде екі слой бойынша бұлшықеттер орналасты және олардың арасынан өтетін тағы да жүйке тамыр шоғыры бар. Ол бізде артқы сүйек аралық тамыр жүйке шоғыры болады. Неке алдыңғы сүйек аралығы жаңа айтып өттім, пирогопарона клетчаткалық кеңістігімен өтті алдыңғы неде аймақта, ал жаңағы артқы сүйек аралық бізде жүйке тамыр шоғыры артқы аймақта осы екі слойдың арасынан өтеді екен. Және бұл жерде артқы аймақта жаңа терраса шелмен қабатынан өтетін нервус кутанеус антебрахий постериорды айтып өтуге болады. Жалпы достар, негізгі білектің артқы аймағы бойынша ақпарат осы. Ал кейбір оқулықтарда бізде латералдық құндақтар жарады. Ол жерде бір бұлшықет жаңағы мускулус брахиорадиалисті жатқызуға болады екен. Жалпы достар, білек аймағы бойынша негізгі схема осы. Біз осы ретті сіздерге беретін боламыз. Содан да сызып қайталап жаттап алсаңыздар болады.